Сәлем баршаңызға. Ағылшын тілі 5-ші сынып 2-ші тоқсанның БЖБ2 тапсырмаларын орындайтын боламыз. Тақырып The World of Work. Сіздерге 20 минут уақыт беріледі. Бұл БЖБда Task 1, Task 2 екі тапсырма беріледі. Task 1 Read about Tim's normal day and then answer yes or no for each question. Бірінші тапсырмада Тимнің күнделікті уақыты қалай өтеді мәтінін оқып, сұрақтарына жауап береміз, я немесе жоқ. Every day Tim wakes up at 5:30 when his alarm clock rings. Күнде таңертең дабыл қаққанда Тим сағат 5:30-да оянады. Ол таңертең тұрып, жуынатын бөлмеге барады. Содан кейін әйелі Бетти екеуі таңғы асын ішеді. Тим пойыз жүргізуші және ол өзінің арнайы формасын киеді. Tim starts work at 7 o'clock and drives trains on the London Underground. Тимнің жұмысы сағат 7-де басталады. Ол пойызын Лондон жер астында айдайды. Оның жұмысы әдеттегідей таңертең дүйсенбіден бастап жұмаға дейін жұмыс жасайды. Ол жұмысын жарты сағатқа немесе 1 сағатқа түстен кейін демалады. Түскі тамағын ішу үшін. Түскі тамағын сағат 4-ке дейін ішеді. Сосын үйіне барады. Кешке ол өзінің баласымен Бенмен ойнайды және телевизор қарайды Беттимен бірге. Сағат 10-да барлығы ұйықтауға барады, өйткені олар шаршайды және таңертең ерте тұру керек оларға. Енді сұрақтарға жауап берейік. 1. Does Tim wake up before his alarm clock rings? Тим таңертең сағаты қоңырау шалғаннан кейін тұрады ма? Жоқ, сағаты дабыл қаққаннан кейін Тим оянады. 2. Is Tim married? Тим үйленген бе? Yes. 3. Does Tim drive a car to his job? Тим жұмысына машинамен барады ма? No. 4. Does Tim have 30 minutes for a lunch break? Тим түскі тамағына 30 минут уақыт беріледі ме? No. 1,5 сағат уақыт беріледі. 5. Does Tim finish work late in the evening? Тимнің жұмысы кеш бітеді ме? No, жоқ. Сағат 4-те аяқталады. Task 2. Describe the pictures. Write short sentences. Екінші тапсырмада суреттерді сипаттаймыз. Қысқа жауаптарыңызды жазыңыз. Example, мысалы. He is a tailor. He sews the costume. Ол тігінші. Ол костюм тігеді. 1. He is a cooker. He cooks meals. 2. She is a singer. She sings a song. 3. He is a waiter. He serves people. 4. He is a vet. He treats animals. 5. He is a painter. He draws a picture. Осымен БЖБ тапсырмалар аяқталды. Видеомыз пайда болса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар. Бай-бай.